Себебі ақылға екінші тағы бір керекті мәселе бұл жерде мынау тәжірибелік өткен уақыттағы тәжірибелердің жиынтығын білу, тану, сену, сезу және мойынсыну деген осындай акциялар берілген. Енді осы акциялардың ішінде білу мен тану, сезу, сену, мойынсыну деген мәселе бұл діни таныммен ғана өлшенеді. Діни танымда өзі адамды мынау әлемге келгеннен кейін оны қоршаған ортасында бүкіл сұрақтар бірінен соң бір келіп жатыр. Адам өзінің әлемімен, дүниясымен, кеңістігімен, ортасымен қатынас жасаған кезде осы сұрақтармен қатынас жасайды. Бірақ осы қатынастардың платформасын, принциптері мен идеясын ажырату адамға танымдық мүмкіндік береді, танымдық сипат береді. Мысалға, ма, ме, па, пе деген барлығы сұрақтар емес па, әрине. Осы сұрақтардың өзін ол біреу тұжырымдаған кезде, мынаны діни танымдық тұжырымдама, екіншісін ғылыми танымдық тұжырымдама, үшіншісін философиялық танымдық тұжырымдама, оккульттік танымдық тұжырымдама. Бұның барлығын адам салыстырады. Салыстыра келе, ол өзінің әлемін тануға, әлемдерінің қабаттарын тануға ұмтылу керек. Демек, адамның өзін осы әлемге келген кезде, шын мәнінде Сократ айтқан ғой, мен бір нәрсе білемін, ол да менің ештеңе білмейтіндігім. Шын мәнінде қарайтын болсаңыз, мына дүние, мына әлем адам үшін сыр. Қаншама кемелдікке жеткен адамның өзі ештеңе білмеймін деп өтіп бара жатыр. Неге білесіз ба? Себебі адам мына дүнияда өзінің білмейтіндігін білуі үшін де көп нәрсе үйрену керек. Өзінің білмейтіндігін білу үшін де. Міне, бүгінгі ясауи философиясының өзі сол үйрену мәселесі. Ең соңында ол өзінің көзі жетеді. Қай жерге келгендігін, қандай болмыс, әлем деген не екендігін, әлемді тануда көп нәрсе білмейтіндігінің өзін білуі, бұл адамның жаңағы танымдық тұрғыдан парадигманың тілмен айтатын болсақ, сағадаттың өлшемі, бақыттың өлшемі. Өзінің білмейтіндігін білуінің өзі оған осы гносеология, эпистемология тұрғыдан бақыттық сезім сыйлайды. Себебі ол жаңағы білуге құштарлығын, тануға құштарлығы арқылы осы сатылардың барлығынан өтуі керекті бір процесс мынау шын мәнінде. Демек, өмір деген экзистенциялық бір процесс екен. Демек, әлем деген рухтың кемелдікке жету кеңістігі, алаңы. Ал кемелдік дегеніміз не деген кезімізде, біз оны рухпенен осы әлемде танылатын, ол моральдық этикалық тұрғыдан, еркіндік тұрғыдан, Фарабиде айтып жатыр, білімдік тұрғыдан кемелдіктің бірінші қабаттары бар екендігін білеміз. Бірақ бүгін біз ясауидің философиясына тоқталғандықтан да рухтың рухани еркіндігі, ішкі кемелдігі, тазалығы, оны практикалық тұрғыдан жаңа пайғамбар туралы айтып жатырмыз. Бұл рухтың тәрбиесі. Өйткені Рабб бар, тәрбиелеуші, сосын тәрбиеленуші рух мәселесі бар. Осы екеуін. Тахаллуку би ахлакилла. Бұл жерде қазақшасы құлық деген сөз мінез, адамның мына моральдық этикалық тұрғыдан, мінезі тұрғысынан Алланың мораліменен, Алланың ақлақыменен, моралімен сомдалу керек адам. Бұны кезінде Абай да айтып кеткен, болмасаң да ұқсап бақ. Демек, адам әрине Аллаға ұқсай Алла бола алмайды, бірақ Алланың 99 сипатының барлығы негізі кемелдіктің өлшемі. Барлығы сол сипатқа қарап өзінің бағдарын анықтау керек. Сол кемелдік өлшеміне қарай қай қырынан кемелденіп керек, соған қарай бағытталу керек. Ең басты мәселе қарасаңыз, тахаллаху би ахлақилла. Аллаға қарай бағытталған жолда Алланың бүкіл сипаттарымен сомдалуға тырысатын адам ғана оның өзінің адамдық өлшемімен кемелдігіне барады деген сөз. Сол сияқты ясауи философиясының басты мәселесі әлемнен көркемдік іздеу, әлемнен сұлулық іздеу, әлемнен әсемдік іздеу. Оны біз жоғарыда айттық. Қандай сипаты дегенде
Алланың жамал сипаты. Мына әлемнің өзі 18.000 әлем өте көркем суретте жаратылған. Өте көркем, фаунасы да, флорасы да, ол жерде бір нұқсандық таба алмайсың. Гүлінен де, жапырағынан да. Бүгінгі ғылыми танымдан алатын болсаңыз, ана жапырақтың өзіне таңғалмасқа мүмкін емес. Себебі жапырақтың істеп жатқанын қараңыз. Күннің сәулесін алып жатыр. Өзінен фотосинтез жүріп жатыр. Одан жаңағы көмір қышқыл газын өзіне сіңіріп, оның ішінен от деген бөліп жатыр. Соны жапыраққа кім үйретті? Міне осындай процестер, химиялық процесс ғылымда анықтайды. Бірақ осының жаратушысы бар. Осының негіздеушісі бар. Соған қарап біз Алланың қандай болмыс екендігін, қандай барлық екендігін, қандай бір жүйелікке адамда нұсқап шақырып жатқандығын біз сезінеміз керек. Яғни соны сезініп білген кезде біз шын мәнінде көп нәрсе үйрену керек екендігін арғай өзімізге шарт қоя береміз. Демек, әлемнің өзі кемелдікке немесе кемелдікті түсінудің бірінші, яғни түсіну дегеніміз не? Кемелдіктің махиеті, кемелдік дегеніміз не дегенге жауап беретін кеңістік әлемдегі. Екінші тұрғыдан алғанда адамның кемелдену кеңістігі мына жер. Осы жерде ғана біз кемелдікке жетуіміз керек. Ол үшін танудан, сезуден, білуден, мойынсудан, бұның барлығынан өтуіміз керек. Яғни білмегендігімізді білу үшін де осы жерде үйренуіміз керек. Басқаша. Екінші, мынау бұның бәрі рухтың бағанағы ақыл сипатымен келіп жатыр. Екінші, жан сипаты бар. Жан сипатында нәпсі деген мәселе бар. Сол нәпсі деген мәселені тәрбиелеу. Өйткені мынау адамға мына дүнияда құштарлықпен, құмарлықпен өмір сүреді шын мәнінде. Адам ұйқыдан тұрған кезде, мысалға, енді не істеу керек, немесе кішкентай енді дүнияға келген кезде, тәй-тәй басып жүре бастаған кездегі сұрақтарының өзі мынау не деген сұрақ қояды. Не деген сөз? Мәхия деген сөз. Бүкіл адамзаттың бірінші сұрағы мәхия. Мынау не? Қалай деген сұрақ қоймайды ешқашан. Мынау не, анау не деген сұрақ қояды. Себебі оның бірінші өзі жаратылыс тенденциясының өзі махиетті білу, мәнді іздеу, мән іздеу. Енді қарасаңыз, осы дүниядағы мәнді іздеу дегенде адамның рухындағы нәпсісіндегі мәселелер, бұл адамды ішуге, жеуге, көруге құмарлықты бірінші бойына ұсынады. Құмарлықсыз адамның өсуі мүмкін емес. Себебі көрсем, ішсем, жесем деген нәрсе, ол нәпсінің қалауы болғанменен, ол адамның жаңағы білмегендігін білу сатысындағы үйренудің бірінші қадамдары деп айтуымыз керек. Неге? Себебі адамдағы 5 сезім мүшесі бар. Көруі, естуі, сезуі, сипап білуі, бұның барлығы тердегі ерекшеліктеріміз, көзіміздегі, құлағымыздағы, тіліміздегі, бұл Алла Тағаланың жаратылуындағы жаратылыс құдіретіндегі бағанағы рух пенен әлемнің қатынасындағы негізгі өлшем деп айтамыз. Қараңыздар, рух пен әлем, демек бағанағы 5 сезім мүшеміздің барлығы әлемге қарай бағытталған. Әлемдегі ыстығы, суығы, қатысы, жұмсағы, бұның барлығын анықтайтын негізгі прибор, өзіміздегі құрал, бұл бізде бар ол. Біздің терімізде сипап сезуінің өзі, біз осыны анықтап жатамыз. Енді құмарлық мәселесін көбінесе біз нәпсіменен шатастырамыз шын мәнінде. Ана Абайда бар ғой, ғашық, махаббат жаңағы құмарлықты бір бөлек қарастырып жатыр. Одан кейін құштарлықты бір бөлек қарап жатыр. Махаббат пен ғадауат деген сияқты диалектикалық тұрғыдан беріп жатыр ғой, өздеріңіз білсеңіздер. Демек, біз мына дүнияда құштарлықсыз елестету мүмкін емес. Адам құштар болып тұру керек, бірақ оның өлшемдері болу керек. Мәселе соста, мәселе өлшемдерде. Құмарлық, құштарлық екеуінің арасында біз негізі тепе-теңдік қоя алмаймыз. Құштарлық пен құмарлық. Құштарлық ол табиғи болу керек. Ол шын мәнінде өмірге деген құштарлық, өмір сүруге деген, бар болуға деген құштарлық ол өте жақсы.
Бірақ құмарлық дегеннің айырмашылығы уже моральдық этикалық тұрғыдан ажыратылып, оның өлшемделіп, беріліп, солай тәрбиеленсе, ол рух әлемменен үндестікте болады, әлемменен гармонияда болады. Ал әлемменен үндестікте болу, ол үлкен бір бақытқа кенелудің негізгі шарты деп есептейміз. Енді осыншама әлем туралы және оның рухпен қатынасы туралы айтқаннан кейін, ясауи философиясында адамның болмыстық мәні қалай жүзеге асу керек, болмыстық мәнін біз қалай табамыз деген кезде, ясауидің жоғарыда да айттық, бірінші, екінші лекцияларда біз ясауи туралы жазылған, сызылған трактаттардан шығарған категорияларымызды қараңыз. Мына жерде осының барлығы мынау Қожа Ахмет Ясауидің философиялық негіздерін көрсететін категориялар екендігін айтамыз. Мынаған назар аударыңыздар. Ясауи философиясының негіздерін біліп алайық бірінші. Жеті айқын деген мәселе. Яқин арабша, исмул яқин, расмул яқин, айлмул яқин, айнул яқин, хаққул яқин, хақиқатул хаққил яқин, Аллаху хаққил яқин. Бағана мен сіздерге естеріңізде болса айттым, әлемнің ішіндегі 3 уақыт бар, әлемге дейінгі 1 уақыт, әлемнен кейінгі 1 уақыт тағы қосылды. Сонда 5 уақыт туралы айтылды. Мына жерде де солай. Исмул яқин, айқын деген сөз ақиқат. Исм деген бұл жерде феномен деген сөз, феномендер. Ең алғашқы адамның білуінің бастауы Алла тарапынан жүзеге асырылды деп айтамыз. Сол кезде алламал инсан ма лам яғлам. Яғни адамға Алла тағала оның білмейтіндігі туралы, немесе білмейтіндерін білдірді. Бүкіл қоршаған зат, есім, құбылыстардың барлығының бірінші атауларын үйретіп жатыр. Ма лам яғлам. Бұл туралы да диалог бар. Мысалы, Алла мен періштелер, Алла мен адамдар арасындағы диалогтың нәтижесінде бірнеше сұрақтар қойылған Құранда. Періштелерге де, періштелер мен адамдар үшін де, бұл туралы біз тоқталып жатпаймыз мына жерде. Мәселе Алланың феномендерді, есімдерді адамға үйреткендігі туралы. Енді расмул яқин, бұны біз тұжырымдап отырмыз. Бағанағы рух пен әлемнің қатынасын айттық қой. Рух пен әлемнің қатынасы болған кезде, жан мен тәннің қатынасын осыған бір үлгі ретінде көрсетсек болады. Нафахту фихи мин рухи, тәнге кіру, рухтың соған үрленуі деген расмият мәселесі, расм. Ал енді айлмул яқин, адамның осы дүнияда туылғаннан кейінгі, өлгенге дейінгі аралықта айлмул яқин, айнул яқин, хаққул яқин. Осы 3 яқинді осы дүнияда өзінің басынан өткізетіндігі туралы айтуымызға болады. Осы жерде ендігі мәселе ақиқат деген мәселе тұр мына жерде. Хақиқатул хаққил яқин. Себебі Алланың хаққы, Алла арқылы табу мәселе. Біз кез келген өлшемдерді, мысалы адамның өзінің өлшемдері бар, таным өлшемдері бар мына дүнияда, әлемде. Бірақ Алламен өлшеу мәселесі осы жерде шарт екендігін көреміз. Қандай өлшем? Себебі жоғарыда айттық, тануда да, білуде де, сезуде де, сенуде де, мойынсынуда да, өзі адамның интеллектуалдық 5 акциясы, осында негізгі кемелдікке жеткен адамдардың бірінші тәжірибесі Алламен өлшеу тәжірибесі деп айтамыз. Алламен өлшеу дегенді біз қалай түсінеміз? Соған тоқталайық. Неге бүкіл әулиелер, бүкіл даналардың барлығы, хикмет иелерінің барлығы өздерін наданмын деп есептейді, өздерін дым білмеймін деп есептейді, өздерін жахилмін деп есептейді, өздерін уммимін деп есептейді. Мысалға, Қожа Ахмет Яссауидің өзі хикметтерінде
мен жахилмін дейді. Мен наданмын деп айтады. Өзі туралы осылай айтады. Қожа Ахмет Яссауидің шәкірті Сүлейман Бақырғани Хаким ата. Хаким атаның бір шумағы өлеңі бар, қызық. Барша жақсы, мен жаман. Барша бидай, мен сабан. Осылай өзі туралы айтып келген. Енді бұл туралы жоғарыда да айттық, Сократ та айтты ғой, мысалы, мен бір-ақ нәрсе білемін, ол ештеңе білмейтіндерім туралы. Hazreti Muhammed пайғамбарымыз туралы айтатын болсаңыз, мен уммимін дейді. Неге бұлай? Себебі олардың өлшемдері Алламен өлшейді. Алланың білімі туралы, Алланың сезуі, Алланың танымының қасында сенің біліміңнің деңгейі, сенің танымыңның деңгейі, сенің тәжірибеңнің деңгейі қандай екендігін ол адамзатқа қалдырып отыр. Демек, мынау яқин деген айқындық мәселесінің барлығы бұл жерде Алланың назарымен қарау мәселесі. Яссауидің философиясындағы негізгі мәселе осы. Алламен өлшеу, Алламен тану, Алламен көру, Алламен білу, Алламен сезу. Бұның моральдық этикалық жүйесі мынандай. Мораль туралы. Мысалы бізде Абайда мынандай бір шумақ бар. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы, өлсең сасық боласың одан дәрі. Сенімен мен теңбе деп шіренесің, белгісі надандықтың оның бәрі. Адамдар тәкаппарлық, мынау құдығына, шұңқырына түсіп кетуі мүмкін. Мүмкін емес, ол әрдайым солай. Неге? Себебі ода менмендік бар, тәкаппарлық бар. Сен кімсің мен қасында? Немесе өзінің жаңағы сәл қалтасында ақшасы болуы мүмкін, малы болуы мүмкін, дүниясы болуы мүмкін. Адамды сол дүниямен өлшеп кетуі мүмкін өзіндегі. Сөйтіп ол адамды менсінбей, оны адам құрлы көрбей, немесе адамның үстіндегі жұпыны киіміне қарап бағалау, немесе адамды адам ретінде емес, осы сыртқы келбеті, бір адамның мысалы соғыстарда, басқада мүгедек болып қалуы мүмкін, көзі соғыр болып қалуы мүмкін, құлағы шұнақ болып қалуы мүмкін, аяғы шолақ болып қалуы мүмкін деген сияқты мәселе ғой. Соның бәрі сыртқы формамен өлшейсің, малмен өлшейсің, дүниямен өлшейсің. Бірақ Яссауидің философиясында адамды Алламен өлшеу керек. Кез келген адамға қараған кезде сіз одан Алланың дидарын көруің керек, Алланың бейнесін көруің керек. Сен солай құрмет көрсетуің керек адамға. Адамға мейіріммен, рахыммен қарауың керек, құрметпен қарауың керек. Себебі сен одан Алланың бейнесін көргендей көріп тұруың керек, көре алуың керек. Міне сонда сіз ешқашан сен кімсің деп айта алмайсың. Сен мен тұрғанда сен кімсің деп айта алмайсың. Себебі ол Алланың дидарын көрсетуші бір досың, бауырың, туысқаның, мысалға көршің айтайық, әріптесің деп айтайық. Демек адамға осылай жаңа қатынаспен қарау керек. Адамдық өлшемдер қалай болу. Яғни бұл адамдағы ең кемелдік тәжірибеде кемелдік өлшемдерінің бірінші принциптері қарасаңыздар. Адамға қалай қарау керек? Адамға махаббатпен қарау керек, адамға мейіріммен қарау керек дегеннің ар жағында сен адамның да Алладан келгендігі, Алладан жаратылғандығы туралы сенде қанағат болу керек, таным болу керек. Міне осы философияның негізін қалаған бізде Қожа Ахмет Яссауи бабамыз. Сондықтан да рух пен әлемнің қатынасындағы ең басты мәселе біз өзімізді тануымыз керек. Өзімізді рух әлемінде тани алмайтын едік. Өзімізді мынау Алланың қасына барған кезде біз ол тану процесі уже тоқтайды, процесс. Біз үшін процесс керек. Ол процесс, ол осы әлем. Әлемнен тыс жерде процесс жоқ. Үрдіс жоқ, үрдіс жоқ. Осылай осыған қанағат келтіруіміз керек. Әлемнен тыс жерде процесс жоқ деген не деген сөз? Әлемнен басқа жерде біз кемелдікке жете алмаймыз деген сөз. Әлемнен басқа жерде кемелдіктің керек емес екендігі, қажет емес екендігін біз түсінуіміз керек.
Ол не деген сөз? Метафизика. Ол Аллаға сенің кемелдігіңнің ол жерде керегі жоқ. Кемелдік сенің мына дүнияда, отбасыңда, іс жұмыс орныңда, қоғамда, осы мемлекеттік институттарда сен өзіңнің кемелдігіңді көрсет. Мәселе сол. Бүкіл қажеттіліктің негізгі орталығы мына дүние. Сондықтан дүние мазраатул ахира деп тұр. Мына дүние ақиреттің егістігі деп тұр. Егістігі. Егістік ол болып қойған уже ол жерде. Мына жерден бидай ексең, ана жерге барып арпа аламын деп ойламай-ақ қой. Мына жерден арпа ектің ба, ана жерден арпа аласың. Мәселе сол. Сондықтан да мына дүние менен о дүнияның арасындағы қатынаста ислам діні тұтас қарайды. Адамның жаратылуы, дүнияға келуі, сынақ алаңы, осыны тұтас қарайды. Біз жаңағы Қожа Ахмет Яссауидің іліміндегі шариғат сатысымен есептейміз. Енді шариғат туралы, жаратылыстың мақсаты туралы біз біршама айттық, тоқтадық. Енді тариқат сатысына келейік. Тариқат сатысына келмесек, біз мына жерде рух пен әлемнің қатынасындағы мына тұрған схеманы біз сіздерге жеткізе алмаймыз.